Сәлем барлықтарыңызға. Мұқағали Мақатаев пен Фаризаның арасында сезім болған ба? Немесе Фариза Мұқағали Мақатаевты жақсы көрген бе? Жалпы бұл сұраққа Фариза Оңғарсынованың Аққайыңға айналып соққан жүрек атты әңгімесінен жауапты аламыз. Соңына дейін тыңдауға тырысып көріңіздер. Жауапты Фаризаның өзі береді. Ол кісі былай дейді: мен соңғы кездері Мұқағали Мақатаев жайлы еске алған сайын екіұдай сезім құшағына бөленіп, өзімді қарсы ағыстар тоғысқан тұстағы шырқ үйілген жел қайықтай сезінемін. Біріншісі, күні кеше кездейсоқ кездесе қалса, көңілдегісін көл көсір етіп айтуға батылы бармай жасқаншақтанған бозбаладай тек күлімдеген қой көздері ғана аппақ ниетімен шалқар ықыласын көрсеткен кейпінде қолымды қысып тұратын сәттерде, немесе дидары қып-қызыл шапақтай албырап, алатаудай төніп келе жатқанда, алып тұлғаның жанында мысым құрып бүйкіні көжектей бүрсейген менің ұсынған қолымды алмастан, кермейік дала алақандарымен иығымнан қапсыра ұстаған күйі, бала шеңберден шығу керек деп жүрген күндерде, мен оның поэзиясына кереметтей табынатынымды, өзін ынты-шынтыммен жақсы көретінімді неге айтпадым екен? Ойдан мүсін орнатып, қиялымен болмасты болдырамын деп қайран күшін сарқып, көтерілмей жүргенде еңсем менің, армандадым біреуді көрсем дедім деп ағыл-тегіл сезіммен асау шабыттың тынымсыз тоғысқан тасқындарынан басыла алмай, мәңгілікке өзімен ала кеткен менің нәзік жанымды кім түсінер деп шарқ ұрып жүрген күндерінде, оның поэзиясына деген жүрек жылуымды қипалақтап айта алмай, көңілдің қызуы мен алақандардың жылуына да селт етпес шағында жүрегіне жақын едім, дос едім, таныс едім деп бебеу қаққаным, не деген сараң сезімділік, не деген жарғақ маңдайлық деп өзімді өзім жыламсырай жазалаймын. Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесі үзіліп тұрсадағым, жігітінен қазақтың дос таба алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағамын, ауырлар деп ойлап пем мұнша хәлім деп көңілі сәл жабырқау тартқан сәтте, шілде кешінің саумал-самалын қара қатқақ қыстағы маңдайдан соққан ұштырма желдей, жаны шуақ шашқанда қаңтардың үскірігін жұпалы даланың айлы жаз кешінің құшағындай сезінетін алып ақын жанын көл көсір қуанышқа тоғытар мендейлердің ақ сезімі ғана емес пе еді. Өз кезінде көрсете алмаған ықылас ниетімнің, оның шетсіз шексіз шалқарлығының бүгін Мұқағалиға қандай қуат, нендей медеті тиіп жатыр. Аяулысын аялай алмаудан адамзаттың жүрегін жарға соғумен күн кешіп келе жатқан ғасырлар бойғы тәжірибесінен тағылымды тәлім ала алмай, жалғыз атын жайратып алып, жапан далада жылап отырған жолаушыдай, әлі күнге көңіл көрлігінен арылмауымыз тегі пендешіліктің болмысы шығар. Ары қарай әңгімені оқымай-ақ қояйын, белгілі болған шығар деп ойлаймын. Сұраққа жауабын тапқан шығарсыздар деген үміттемін. Бұл ұзақтау әңгіме Фариза ақынның ең маңызды жерін оқып бердім сіздерге. Жеке менің пікірімше, екеуінің арасында түсінісу, сыйластық болған. Ал сыйластық дегеніміз сезімнен де жоғары, тазасын айту керек. Фариза ақынның Мұқағали Мақатаевты сипаттап жазған бір керемет сөздері бар. Мен бұның алдындары оқыған едім. Сіздерге тағы да жауапты нығарлау мақсатында, жауапты нықтау мақсатында тағы бір оқып берейін. Былай дейді. Фариза ақын айтады: біз мынаны білеміз, сіздің жүрегіңіз бәрінде батыл жырлайды, қуаныш қайғыға батып жырлайды, сол бізді өзіңізге ғашық еткен, қандай да қасіреттен сізді алып шығуға ұмтыламыз, өйткені сіз ақынсыз бір сәті, бір күн аңыз.
бұл Фаризаның Мұқағали Мақатаевқа айтқан сөзі, арнап айтқан сөзі, сипаттаған сөзі. Мен көптеген ақын жазушылардың Мұқағали жайлы айтқан пікірлерін оқып шықтым. Бірақ дәл Фаризадай сипаттаған, дәл тауып сипаттаған Мұқағалиде ешкім жоқ. Фариза ақын Фаризадай Мұқағалиде ешкім дәл тауып сипаттай алмаған. Дөп түскенде Фариза ақын. Жүрегіңіз бәрінде батыл жырлайды, қуаныш қайғыға батып жырлайды дейді. Дәл сондай Мұқағали ақынның өлеңдері қуаныш қайғыға батып тұрып жырлайды да ол кісі. Сондықтан өтеді да жүректерге. Әлі күнге дейін ұмытылмай халықтың жүрегінде, ойында сақталып жүр, келе жатыр өлеңдері. Ары қарай кеттік. Қосымша ақпарат ретінде сіздерге Фариза мен Мұқағалидың таныстықтары, ең бірінші таныстықтары қалай басталды, сол жөнінде оқып берейін. Бұл да Фаризаның әңгімесі. Мен Алматыға Қазақстан пионері газетіне редактор болып келдім келмеді. Бұрын газет журнал редакциясында басшы қызметте болмағасын жүрексіндім. Әрі ауыл ел шалғай, Гурьев қайда, Алматы қайда. Анам болса жасы келген адам, Айбар кішкентай. Әйтеуір не керек, жалғыз өзім шіріген жұмыртқадай сезініп Астанаға келдім. Бар танитыным Лениншіл жас газетінің ұжымы. Ең алдымен өзім меншікте тілшісі болып істейтін Лениншіл жастың жаңадан келген редакторы, яғни өзімнің бастығым Сейдахмет ағаға Бердіқұлов сәлем бердім. Сені Қазақстан пионеріне редактор болса деген ұсыныс бар деп, ағай өзі бұрын басшылық еткен пионер газетінің қызметкерлерімен сырттай таныстырды. Алматыдан адам табылмағандай, сонау Гурьевтен әкелулеріне қарағанда, республика басшыларының біреуінің бірдеңесі болды ғой шамасы деп тосырқағандар да кездесті. Қазақстан ЛКСМ орталық комитетінің бірінші хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков пен идеологиялық хатшы Кеңес Ақатиев екеуі де өте жылы ниетпен қарсы алды. Сенің Лениншіл жастың батыс облыстардағы меншікті тілшісі қызметінде жүріп жазған мақала, очерктерін көтерген мәселелерің бізді де ойландырды. Республиканың пионер комсомол баспасөзінде басшы қыздар жоқ. Сондықтан өзіңді ұсынып отырмыз десті. Сонымен Астанадағы өмір басталды. Жаңа ортаның психологиялық салмағы жеңіл емес екен. Лениншіл жастың тілшісі бола жүріп біраз өлеңдер жазғам. Олар республикалық жалын жұлдыз журналдарында басылды. Мазасыз шақ деген өлеңдер жинағымды жазушы баспасына тапсырдым. Бір күні Ақұштап Бақтыгереева келіп, сенің кітабыңның редакциялық талқылауы болатын көрінеді, соған келсін деп жатыр деді. Екеуміз бардық. Баспаның поэзия бөлімінің меңгерушісі Қадыр Мырзалиев те менің кітабымның редакторы Сағи Жиенбаев екен. Менің редакциялық кеңес талқылау дегенің не екенінен хабарым жоқ. Ол кезде жазушы баспасы Коммунистік проспектісінің бойында Қазақстан жазушылар одағы үйінің бірінші қабатында болатын. Менің кітабымды талқылау басталды. Марқұм Шәміл Мұхамеджанов Ғафу ағамыз келді. Бір кезде есікті айқара ашып, еңгезердей қызыл шырайлы жігіт кіріп келді. Бұған дейін көрген емеспін, бірақ тани қойдым. Мұқағали Мақатаев. Жұлдыз журналында қызмет істейді деп Ақұштаптан естігем. Қарлығашым келдің бе кітабы арқылы сырттай жақсы көретінмін. Отырды. Жұрт сөйлеп жатыр. Сағи ағамыз, Фаризаның өлеңдері тым анайы. Ой, сезімін тым ашық айтады. Ал бұл шығыс әйеліне жат қылық. Мысалы, адам деген бақыттан тұншығады, шырын сәтте бойында қан тасыған. Біздер жаққа қарауға қымсына ма, ай жатыр шалқасынан дейді. Яғни, айдың қымсынуына қарағанда лирикалық екі кейіпкер кісі қызығарлық істеп отырмаған болуы керек деп тағы көп мысал келтірді. Бір кезде Мұқағали орнынан атып тұрып, әй, Қадыр, Сағи, мына қыз, бұрышта адамдардың арасына түскен тағы мысықтай бүрісіп отырған мені сұқ саусағымен шұқшия нұсқады. Мына қыз күн ертең сендерді ұрып кетеді. Шамасы жер соқтырады деп тұрған ау деп ұқтым.
бетін құрсын кәпір дегені. Сөйтті де әуелі осы қыздай өлең жазып алыңдар деп бесікті тас жауып шығып кетті. Не жыларымды не күлерімді білмей, бетін құрсын дегені несі деп аласапыран ойлармен мен отырмын. Ақұштап, сен көңіліңе алма, оның жақсы көргені солай. Сүйген құлын шынағым дейтінен кері ғой деп сыбырлады. Менің Мұқағали ақынмен алғашқы кездесуім еді бұл, деп еске алады Фариза ақын. Біршама мағлұматтар болды деп ойлаймын сіздерге. Алдағы уақыттарда да пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Арнаға жазылып алыңыздар. Мәтінді дыбыстаушы керемет диктор болмасақ та мәтін дыбыстаушы Аспандияр Нұрмұхаммед. Амандықта жүздескенше. Диктор болмасам да пайдалы ақпараттар бөлісуге тырысам. Иншалла. Шағынан қабылдағайсыздар.